Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Сіздердің назарларыңызға өзінің видео сабағын ұсынатын Талғар агробизнес және менеджмент колледжінің арнайы пән оқытушысы Сарманшаева Жанар Ильясовна. Сіздерге ұсынатын тақырыбым қарапайым және күрделі электр тізбектері, Киркофтың заңдары. Сабақтың мақсаты қарапайым және күрделі электр тізбектерімен Киркофтың бірінші және екінші заңымен танысып, қарапайым күрделі электр тізбегін Киркофтың заңдары арқылы шешу. Күтілетін нәтиже: қарапайым және күрделі электр тізбегімен танысып, Киркофтың заңдары арқылы тізбектегі мәндерді тауып, Киркофтың екі заңы бойынша теңдеу құрастырады. Сіздердің назарларыңызға ұсынатын алдымен қарапайым электр тізбектері. Мына жерде мен сіздерге қарапайым электр тізбегінің екі түрін көрсетіп отырмын. Бірінші тізбекте жалғану, екінші параллель жалғану. Жалғанудың тұтынушысы ретінде идеалдандырылған пассивті элемент кедергіні алып отырмын. Кедергі R әрпімен белгіленеді. Оның стандарттық шарты белгісі осылай белгіленеді. Ол сұлбада және оның өлшем бірлігі Ом. Мына жерде сіздердің назарларыңызға электр кедергілерді тізбекте жалғауды мен сіздерге қазір түсіндіремін. Тізбекте жалғау дегеніміз өзінің электр тізбегінің бойындағы ағатын тоқтары біреу және оның бойындағы кернеулері әртүрлі болатын электр тізбегін айтамыз. Енді мен сіздерге осы үш кедергіні белгілі бір кедергімен айырбастау жолын түсіндіремін. Ол дегеніміз, міне, біз мына жерде үш кедергінің орнына келесі тізбекте бір кедергіні айырбастап отырмыз. Және оны біз R жалпы деп белгілеп отырмыз. Ол R жалпымыз бізде мұнда R1, R2, R3-тің қосындысымен алынады. Демек, кез келген кедергі болсын, мына жерде қанша кедергі болсын, мейлі 10 кедергі болсын, мейлі 100 кедергі, мейлі миллион кедергі болсын, оның барлығының жалпы кедергісі тізбекте жалғанғанда барлық уақыт олардың бір-бірімен қосылысын білдіреді. Және осы тізбекті қорыта келе мен сіздерге тағы да бір айта кетейін. Тізбекте жалғануда кедергілердің бойындағы тоқ біреу болады, және олардың бойындағы кернеулер әртүрлі болады. Енді келесі тізбек. Бұл жерде мен сіздерге үш кедергінің бір-бірімен параллель жалғануын көрсетіп отырмын. Бұлардың тізбекте жалғанудан айырмашылығы бойындағы кернеулері бірдей болады, бірақ олардың бойындағы тоқтары әртүрлі болады. Және тізбекте жалғану сияқты параллель жалғануда бізде тізбек белгілі бір кедергімен айырбастап ала аламыз. Және ол бізде мына формула арқылы табылады. R жалпы болады 1 бөлінген G жалпы. Мына жерде мен R эквивалентпен қарастырып отырмын. Эквивалент немесе жалпын мағынасы 1. Енді мына жерде G дегеніміз не? G дегеніміз ол өткізгіштік. Өткізгіштіктің өлшем бірлігі Siemens және өткізгіштік кедергіге кері шама болып табылады. Енді сіздердің келесі назарларыңызға күрделі электр тізбегін көрсетіп отырмын. Күрделі электр тізбегі дегеніміз электр тізбегінің бойында тізбектей және аралас тізбектей және параллель жалғанулар белгілі бір уақытта көрсетілетін жағдайды күрделі электр тізбегі деп айтамыз. Міне мына жерде сіздер көріп тұрсыздар, міне R1, R2, R3 бір-бірімен параллель жалғанып тұр, R4, R5 бір-бірімен параллель жалғанып тұр, R7 мен R6 бір-бірімен тізбекте жалғанып тұр. Демек, бұл тізбектің бойында параллельде, тізбекте де жалғанулар кездеседі. Енді мен сіздерге тағда алдымыздағы Киркоф заңдарын анықтайтын кездегі керекті түсініктермен түсіндіріп өтейін. Электр тізбегі дегеніміз энергияның немесе ақпараттың электр және басқа түрлерін таратуға, өзара түрлендіруге және жеткізуге арналған құрылғылар мен объектілердің жиынтығы аталады. Тармақ дегеніміз тізбектің тоқ жүретін бөлігі. Түйін дегеніміз үш немесе одан көп тармақтардың түйісетін нүктесі. Контур дегеніміз ол тұйықталған орта. Енді сіздерге Киркофтың заңын түсіндірейін. Киркофтың екі заңы болады. Бірінші тоққа арналған, екінші кернеуге және электр қозғаушы күшіне арналған. Киркофтың бірінші заңы бойынша тұрақты тоқтың электр тізбегінің кез келген сұлбасына қосылған барлық тармақтардың тоқтарының алгебралық қосындысы 0-ге тең. Немесе I1, I2, I3, немесе I4, I5 барлығы тең болады.
тізбекке түйінге қанша тоқ кіреді, сонша тоқ шығады деген мағынаны білдіреді. Және олардың барлығының алгебралық қосындысы нөлді береді. Ал Киркофтың екінші заңы бойынша тұрақты тоқ электр тізбегінің сұлбасында кез келген контур элементтеріндегі кернеулердің алгебралық қосындысы осы контурға кіретін электр қозғаушы күш көздерінің алгебралық қосындысына тең. Немесе мынау тізбектің бойындағы кедергілердің кернеулерінің алгебралық қосындысы сол контурға кіретін барлық электр қозғаушы күштердің алгебралық қосындысына тең. Мен неге мына жерде кернеуді деп айтып отырмын? Себебі Ом заңы бойынша тоқ пен кедергінің көбейтіндісі бізде кернеуді береді. Енді мен сіздерге мына жерде Киркофтың жаңағы түйін, тармақ, контур дегенді мағынаны сіздерге түсіндіріп кетейін. Түйін дегеніміз міне, кемінде 3 тармақ түйісетін нүкте. 2 тармақ түйісетін нүкте түйінге жатпайды. Кемінде 3 тармақ болу керек. Мына жерде бір түйін бар, мына жерде бір түйін бар, мына жерде бір түйін, мына жерде бір түйін, мына жерде бір түйін. Демек бізде мына осы сұлба бойынша бізде 5 түйін бар. Тармақ дегеніміз міне, бір түйіннен екінші түйін арасындағы тоқ жүретін тізбектің бөлігін тармақ дейміз. Енді біздің мына тізбегімізде 8 тармақ бар. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 тармақ бар және 4 тұйықталған орта немесе контур бар. Енді құрметті білім алушылар, сіздермен теориялық білімді пысықтау үшін қазір бағанағы сіздерге көрсеткен қарапайым электр тізбектерінің тізбектей және параллель жалғануындағы есептер арқылы Киркофтың заңдарын тексереміз. Мына жерде беріліп тұр. 2 тізбек тұр. Бірінші тізбекте, екінші параллель. Енді мына тізбектей электр тізбегін Киркофтың екінші заңымен тексереміз. Бірінші жалпын табамыз. Біздегі бағана формула бойынша R1 қосамыз R2 қосамыз R3 тең болады 2-ні қосамыз 1-ге қосамыз 3-ке тең болады 6 Ом. Біздегі жалпымыз шықты. Енді міне мына жерде жалпымыз бар, кернеуіміз бар. Енді тоғымыз табамыз. Ом заңы бойынша I тең болады U бөлінген R жалпы. Ол тең болады. У'мыз 12 вольт, R'мыз 6, 12-ні 6-ға бөлген кездер 2 ампер шығады. Ары қарай мына тізбекті біттік. Енді келесі тізбекке келеміз. Келесі тізбекте R1, R2, R3 кедергілеріміз бар. Бізде не жоқ? U1, U2, U3 жоқ. U1-мізді табамыз. Тең болады. I-ді көбейтеміз R1-ге. Ол тең болады. I-міз 2 ампер, R1-міз 2 Ом, демек болады 4 вольт. U2-ні табамыз. U2-міз тең болады. I-ді көбейтеміз R2-ге. Тең болады. I-міз 2 ампер, R2-міз 1 Ом, демек болады 2 вольт. U3-міз табамыз. U3-міз тең болады. I-ді көбейтеміз R3-ге. Ол тең болады. I-міз 2 ампер, R3-міз 3 Ом. Демек болады 6 вольт. Енді Киркофтың екінші заңы бойынша тексереміз. Киркофтың екінші заңы бойынша тексерген кездер міндетті түрде кернеулердің бағытына мән береміз. Егер кернеудің немесе тоқтың мәні, бағыты сағат тілімен бағыттас болса, онда оны плюс таңбасымен аламыз. Егер ол сағат тіліне қарама қарсы болса, онда оны минус таңбасымен аламыз. Мына жерде U1, U2, U3-тің бағыттары сағат тіліне бағыттас. Демек, олардың барлығы плюс таңбасымен алынады, ал жалпы U-мыз ол бізде сағат тіліне қарама қарсы. Демек, U минусымен қосамыз. U1 қосамыз. U2 қосамыз. U3 тең болады. Біздегі U-мыз 12 вольт, демек минус 12 қосамыз. 4 вольт қосамыз. 2 вольт қосамыз 6 вольт. 12-ден азайтамыз. 4, 6, 6, 12. Демек 12-ден 12-ні алған кездер бізде 0 шығады. Бұл дегеніміз Киркофтың екінші заңы орындалды. Енді параллель жалғануда.
Параллель жалғануда бағана мен сіздерге айтып өткенмін, біздегі жалпы кедергіміз 1 бөлінген Ж деген формуламен табылады. Ж дегеніміз ол өткізгіштік, ал өткізгіштік кедергіге кері шама. Демек, оның формуласы болады 1 бөлінген R1 қосамыз 1 бөлінген R2 қосамыз 1 бөлінген R3 тең болады. Мына жерде мәндерін орнына қоятын болсақ, онда бізде болады 1,83 Сименс. Демек, біз Жды таптық. Енді R жалпын табамыз. Біздегі R жалпымыз тең болады 1 бөлінген 1,83. Ол тең болады 0,154 омға. R жалпын таптық, У'мыз бар. Демек, біз нені табамыз? Ом заңы бойынша И'ді табамыз. И'міз тең болады У бөлінген R жалпы. Ол тең болады. У'мыз біздің 12 вольт. 12-ні біз бөлеміз 0,154-ке. Онымыз тең болады 22,122 ампер. Біз жалпы тоғымыз таптық. Енді мен сіздерге айтқан болатынмын, параллель жалғануда біздегі тоқтарымыз кедергідегі әртүрлі болады, бірақ оның бойындағы кернеулер бірдей болады деп. Демек, біз табамыз I1-ді. Ол тең болады. Біздегі I1-іміз У көбейтілген R1 тең. У'мыз біздің 12 вольтты көбейтеміз 2-ге. Кешіріңіздер. У'ды бөлеміз R1-ге. Тең болады 12 вольтты бөлеміз 2-ге 6 ампер. I2-ні табамыз. У'ды бөлеміз R2-ге. Ол тең болады. У'мыз 12 вольт. 12 вольтты бөлеміз 1-ге 12 ампер. I3-ті табамыз. I3-ті табамыз. Онымыз тең болады. У'ды бөлеміз R3-ге. Тең. 12-ні бөлеміз 3-ке болады 4 ампер. Енді Киркофтың заңдары бойынша тексереміз. Мұндағы жалпы тоғымыз ол түйінге кіріп тұр. Демек, ол плюс таңбасымен алынады. Ал I1 тоғымыз ол түйіннен шығып тұр. Демек, ол минус таңбасымен алынады. I2 түйіннен шығып тұр, ол минус таңбасымен алынады. I3 түйіннен шығып тұр, ол да минус таңбасымен алынады. Демек, бізде Киркофтың заңы бойынша теңдеуіміз мынандай күйде болады. I-міз оң таңбамен түйінге кіріп тұр. I1-іміз минус таңбамен түйіннен шығып тұр. I2-міз минус таңбамен түйіннен шығып тұр. I3-міз минус таңбамен ол түйіннен шығып тұр. Тең болады 22,22. Азайтамыз 6-ны, азайтамыз 12-ні, одан аламыз 4-ті. 22,22-ден 22-ні алған кездер болады 0,122. Енді оны біз тексереміз, қаншалықты процент қате шыққанын. Так, 22-ні бөлеміз 22,22-ге. Сол кездер біздегі қателігіміз 0,99% болды. Егер қателік 101%-ға жетпесе, онда ол есепті дұрыс деп қабылдауға болады. Себебі электр тізбегінің ішкі кедергілеріндегі кеткен бұл шығын болып есептеледі. Міне, біз сіздермен қазір Киркофтың бірінші заңын және екінші заңын тексердік. Енді сіздермен сабақты қорытындылаймыз. Сабақты қорытындылау үшін мен сіздерге мына жерге тест бердім. Ол тесттің ішінде 7 сұрақтан тұрады. 7 сұрақты осы жерден егер барлығына жауап берсеңдер, демек сіздер сабақты түсіндіңіздер. Ал сіздерге беретін үй жұмысым ол 2 есептен тұрады. Бірінші есебі Киркофтың бірінші заңына арналған. Екінші есеп ол Киркофтың бірінші және екінші заңын тексеруге арналған.
Енді бағалау критерийіне келетін болсақ, егер сіздер үй жұмысын толыққанды шығарып, Киркофтың бірінші, екінші заңы бойынша шешімдері нөлге тең болып жатса, демек сіздер барлығын жақсы орындадыңыздар, оған 5 деген баға қоямыз. Егер сіздердің есептеріңізде белгілі бір қате кетіп, және соңындағы қателік 1%-дан асып жататын болса, онда 4 деген баға қоямыз. Егер есепті шығарамасаңыздар, және өте үлкен қатемен шығаратын болсаңыздар, онда 3 деген баға қоямыз. Рахмет, назар қойып тыңдағандарыңызға. Қош сау болыңыздар.